Армысыздар, құрметті қонақтар, Еңбекшіқазақ ауданының тұрғындары, қасиетті домбыраны қадірлеген қазақ елі. Бүгін қоңыр үнді, құдіретті аспап домбыра күні мерекесі. Қаншама ғасырдан бері үні асқақ болған тарихымыздың алтын қазынасындай, өміріміздің мән мағынасындай, қос шекті аспабымыз қашанда қазақпен егіз ұғым. Домбыра жүрегіммен үндеседің, өзіңмен сырласымдай тілдесемін. Бабамнан қалған мұрат сен болмасаң, өнердің не екенін білмеседім деп, ақиық ақын Мұқағали жырлағандай, 62 тамырды үйдіріп, ет жүректі ел жүреткен қоңыр домбыраға қаны қазақ, жаны қазақ, әр адамның махаббаты ерекше. Елбасы, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен 2018 жылдан бері аталып өтіп келе жатқан домбыра күні әрбір отандасымыз үшін айрықша мереке деп білеміз. Күй өнерінің күмбезін көккөрлеткен ұлы даламыздың алыптары Құрманғазы, Тәттімбет, Дәулеткерей, Қазанғап, Дина, Сүгір сынды бабаларымыздан мирас болған ұлттық аспаптарымызды бүгінгі қазақ жастары әлемдік деңгейдегі сахналарда әйгілеп кеңінен танытуда. Екі шектің бірін қатты, бірін сәл-сәлкен мұра. Нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Білгін келсе біздің жайды, содан сұра тек қана. Одан асқан жоқ шежіре, одан асқан жоқ тана деп жырлаған. Қадыр ағамыздың өлеңі әр қазақтың санасында екені мәлім. Олай болса, барша қазақ еліне ұлттық домбыра күні мерекесі құтты болсын. Қадірменді қауым, бүгінгі мәнді мерекеміздің құттықтау сөзі Еңбекшіқазақ ауданының әкімі Жақанбаев Әлібек Әскербекұлына беріледі. Құрметті жерлестер, қадірменді өнерсүйер қауым, мәдениет саласының қызметкерлері, сіздерді бүгінгі ұлттық өнерімізді ұлықтайтын ұлттық домбыра мерекесі құтты болсын дегім келеді. 18 жылы 1 шілдеде елбасымыздың жарлығымен аталып өткен белгіленген ұлы мерекеге жылдан жылға өзінің ауқымды шеңберінде ұлғайып, біздің дәстүрімізді елімізге, жерімізге, халқымызға дәріптеуге осы домбыра ұлттық аспабымыздың қосып атқан үлесі өте көп. Домбыра батырларымызға рух берген, ақындарымызға шабыт берген. Әрбір қазақтың үйінде домбыра бар. Себебі бұл домбыраның тарихы өте тереңде. Осыдан 4000 жыл бұрын зерттеушілердің анықтауына бойынша, осыдан 4000 жыл бұрын дүниеге келген ұлттық аспабымыз бүгінгі күнде қазақтың үлкен мақтанышы. Сондықтан біздің осы салт дәстүрімізді, күйлерімізді, жырларымыздың бәрін ұрпақтан ұрпаққа жеткізетінде осы ұлы қасиетті домбыра деп айтсам мен қателеспеймін. Сондықтан біз әрбір қазақтың баласы домбыраны үйренуге, домбыраны үйретуге, әрбір өзіміздің жаңа ұрпақтарымызға міндеттіміз деп мен ойлаймын. Сондықтан домбырамыз, қазақ барда домбыра ешқашанда өлмейді. Домбыра қазақпен бірге өмір бойы бірге жалғасатын ұғым. Қазақ пен домбыра егіз ұғым деп айтсам мен қателеспеймін. Сондықтан мереке күні құтты болсын. Әрбір өнерпаздарымызды осы домбырамызды елімізге, жерімізге, халқымызға осы күйді, термені қалай біз сүйемелдеп келсек, бүгінгі таңда бұл аспабымыз үлкен күйлерді, шығармаларды сүйемелдейтін үлкен бір оркестрдің негізгі құралы деп айтсам мен қателеспеймін. Сондықтан мереке құтты болсын. Мына әсіресе мәдениет саласының қызметкерлеріне дендеріңізге саулық тілеймін. Осы өнерлеріңізді ары қарай жалғастырып, ұрпақтарымызға ұлағат ретінде қасиетті домбырамыздың өнерін үйретуге мен шақырамын. Рахмет барлықтарыңызға. Қадірменді өнерсүйер қауым, бүгінгі ұлттық домбыра күні мерекесіне орай аудан әкімі Әлібек Әскербекұлы киелі домбырамызды ұлықтау мақсатында ерекше жас таланттарымыздың біріне қасиетті домбыра аспабын сыйлағалы тұр. Олай болса,
Алтын Асықтай ұлымыз домбыраны жанына серік еткен Абылайхан атындағы орта мектебінің шәкірті Жан Нұрланұлы есімді жас өренімізді ортаға шақырамыз. Құрметті Әлібек Әскербекұлы, маусым айының басында аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің ұйымдастыруымен ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған ауылдық округтер арасында патриоттық әндер байқауы өткен болатын. Салтанатты мереке төрінде аталған байқауда жүлделі орындарға ие болған округ аппараттарын марапаттау рәсімін өзіңізден сұраймыз. Мадақтама Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2021 жылғы 5 қаңтардағы Егемен Қазақстан газетінде жариялаған тәуелсіздік бәрінен де қымбат атты мақаласы аясында мемлекеттік қызметшілер арасында аудан көлемінде өткізілген патриоттық әндер байқауында 3-ші орын алған үшін Қорам ауылдық округі әкімі аппараты марапатталады. Аудан әкімінің атынан. Дәл осындай мадақтама, дәл осындай мәтінде осы байқауда 2-ші орын алған үшін Қаракемер ауылдық округі әкімі аппараты марапатталады. Дәл осындай мәтінде осы байқауда 1-ші орын алған үшін Жаңашар ауылдық округі әкімі аппараты марапатталады. Қошеметтеріңіз болсын. Дәл осы байқауда бас жүлде иегері Бартоғай ауылдық округі әкімі аппараты марапатталады. Қошеметтеріңіз. Көп рахмет Әлібек Әскербекұлы. Марапаттарыңыз құтты болсын. Ер жігіттің ерлігін ол жасырмаған, пернесінде сөйлейді жасыл далам. Құрманғазы Тәттімбет Диналардың өзі болып кешертер ғасырмаған. Сыр шертеді Махамбет Мәдилерім, ұрпағымен ұзартып әнкейлерін. Домбырасыз үйімнің сәні келмес, домбыра боп туған жер әлдейлеген. Қадірменді қауым, бүгінгі айтулы мерекеге орай Еңбекші Қазақ ауданындағы 16 бірдей мәдениет ошақтары бір уақытта бір мезетте мәдениет үйлерінің алаңында домбырашылардың басын біріктіріп, қос шекті саздаспаптан күй төгуде. Бүгін Есік қаласының төрінде Еңбекші Қазақ аудандық Тұманбай Молдағалиев атындағы мәдениет үйіндегі Жібек жолы халықтық фольклорлық этнографиялық ансамблі мен жас өнерпаздарымыз сиқырлы сәздәуендерді орындағалы тұр. Ендеше Жібек жолы халықтық фольклорлық этнографиялық ансамблінің орындауында көңіл ашар күйі қабылдаңыздар. Балбырауын күйі.
Ләна Бақыт Нұрқызы Бұлбұл әнімен. Келесі болып сахна төрінде Еңбек Қазақ аудандық мәдениет үйінде көркемдік жетекші қызметін атқарып жүрген елімізге белгілі әнші жас талант Нұртас Қайратұлы. Ойламаңдар жігіттер, баста дәурені тұрмайдан, өтіп бір кеткен сұм жалған, қайтып бір мойын бұрмайдай. Адам қонақ өмірге бір күні қолын бұлғайдай, тірліктің түбі белгісі, сағым бір судай зырлайдай. Опасыз мына дүние, тотқа болған кімдерге, өмірдің соңы өкініш, санамен ойлап білгендей, бәріңе сонау тіледім. Құрметті қонақтар, ардақты әлеумет, домбыра күні мерекесіне арналған аудандық мәдени іс-шарамыз өз мәресіне жетті. Тәуелсіздігіміз мәңгі, еліміз тыныш болсын. Домбыраның үні асқақтай берсін. Жақсы күндерде жүздескенше сау, саламатта болайық.